бұл оңай болады да, ал енді тұрмыс құрған кезде кішкене өзінің қиыншылықтары болады. Бір-біріне деген түсінісу, білісу, жаңағындай ойындарын көтеру деген сияқты жаңағындай қиыншылықты көтеру деген жаңағындай ол жағына енді. Бірақ оның бәрі деп ойлаймын мен, жаңағы адам бір-біріне жақсы көргендігі сыйластықтары жоғары болу керек. Егер адам бір-бірін сүйсе, сыйласа, ол жаңағы бәрінде көтереді. Оның атасында, енесінде, жаңағы соның туған-туыс бауырларында, бәрінде, қылықтарында, мінездерінде бәрін көтереді. Сондықтан жаңағындай мен ойлаймын, қазіргі жастарға біз енді мысалы жаңағы мен Қарлаш бірінші курста оқып отқанында, одан 4 жыл оқыды, соның таныстық, одан кейін 1 жыл былай жүрдік. Біз бір-бірімізді біліп барып қосылдық. Қанша? 5-6 жыл? Иә, сондай жаңағына. 4 жыл енді толық бар сондай. Қазіргі жастар интернетпен жаңағы таныса салады, білесе салады, содан кейін алады бір-біріне ұсыныс беріп, жаңа үйленіп отырды да, ертең әке-шешесі шығындалып үлкен той жасайды, туған туысқандарын көптен бері бір шақыра алмай жүрген адамдарды жаңа туған туысқандарын бәрін шақырып, жаңа керемет той жасайды.